Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі видеода біз дезинфекция, оны қалай жүргіземіз және оған керекті дәрі-дәрмектермен танысамыз. Дезинфекция дегеніміз әртүрлі жұқпалы аурулар мен паразиттердің кең таралып кетуінің алдын алу шараларын айтамыз. Достар, қазір көретін дәрілерді жарнама мақсатында емес, шаруашылыққа керекті пайдалы ақпарат деп көріңіздер. Қазіргі таңда дезинфекция жасайтын препараттың түрлері өте көп. Солардың негізгі қолданыстағы препараттарға тоқталып өтейік. Олар өзіміз білетін неоцидол, кралин, бутокс, ципек, диазинон, дельсит және тағы басқа препараттар. Бұл препараттар мал және тауық қораларыңызды дезинфекция жасауға арналған күшті дәрілер болып табылады. Дезинфекцияға бұрыннан пайдаланып келе жатқан неоцидол мен кралинді пайдаланамын. 10 литр суға екеуінен 30 граммнан қоса беремін. Ал малымызды шомылдыратын болсақ, 1 литрге 1 грамм ғана қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Одан кейін бұрыш-бұрыш фундаменттердің үстін жартылай қабырғаларға дейін жақсылап шашып шығамын. Қыс жақындап, сиыр және уақ малдарымыз жақын уақытта жылы қораға кіретін болғандықтан, жылы және үсті жабық қораларымызды осылай дезинфекция жасап қойғанымыз жақсы болады. Сол арқылы үй малдарымызды әртүрлі паразиттерден, атап айтқанда бит, кене, бүрге және тағы басқа зиянкестерден сақтандырып қоямыз. Дезинфекция қолдану мақсатына қарай екіге бөлінеді. Біріншісі сақтық немесе профилактикалық, ал екіншісі ошақтық, яғни ауру шыққан жер немесе паразит көбейіп кеткен аймақ. Біз қорамызға сақтық дезинфекциясын жасап жатырмыз. Алдында айтқанымыздай, малымызды көктемде қарқыннан кейін шомылдырған кезде 1 литрге 1 грамм ғана қосамыз. Ол кезде артық қосуға болмайды. Ал дезинфекция кезінде 1 литрге 2 грамм қоса берсе болады. Достар, қораларымызға дезинфекция жасап болдық, ал енді қойларымызды бір ремонттап қоямыз. Малымыз қысқа семіз, ішкі және сыртқы паразиттерінен таза болып кірсін десеңіздер, осы дәрілерді беріп және егіп қойсаңыздар болады. Мен бұл жұмыстарды күздің басында бір жасап қойған болатынмын. Қыс жақындап қалған соң тағы бір жасап қоюды жөн көрдім. Ішкі және сыртқы паразиттерге арналған дәрілер өте көп, алдарыңызда тұрғаны бір бөлігі ғана. Мен өзім инъекцияға өзім ұнататын Ивен Плюс препаратын, ал аральды беруге альбазол суспензия дәрілерін қолданамын. 50 килограмм тірі салмаққа 1 грамм Ивен Плюс саламын, ал суспензиядан бір қойға 7-8 граммнан аузынан құямын. Тоқтыларға 5-6 граммнан, ал ірі қара малға салмағына қарай 15-20 граммнан 30-40 граммға дейін бере берсе болады. Достар, осы арқылы малымызды да, қорамызды да қысқа дайындап қоямыз. Достар, каналымызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.